Сәлеметсіздер ме? 7-ші сабағымыз «Evimiz, yurdumuz». Біз 6-ші сабақта дене мүшелерін өткен болатынбыз. Соларды тағы бір қайталап өтейік. Yüz, бет, жүз, kulak, құлақ, dudak, ерін, ağız, ауыз, diş, тіс, karın, іш немесе қарын, бажак, аяқ. Түркшеде, жалпы қазақшада біз аяқ деп айтатын болсақ, түркшеде бажак және аяқ деген сөз бар. Бажак дегеніміз бұл тобықтан жоғары қарайғы бөлігін айтамыз аяқтың. Ал аяқ дегеніміз аяқ, яғни бұл тобықтан төмен қарайғы бөлігіне аяқ деп айтамыз. Баш, бас, сач, шаш, göz, көз, burun, мұрын, дил, тіл, кол, қол, el, ол да қол. Яғни бұл жердегі кол деп отырғанымыз білегімізден иығымызға дейінгі аралық, ал el деп отырғанымыз білектен төмен қарай. Мысалға, емек емеден önce ellerini yıka. Тамақ жемес бұрын, тамақ жеудің алдында қолдарыңды жу дейді. Ол кезде біз барып білектен төмен қарайғы алақан саусақтарымызды, яғни елімізді yıkıyoruz, жуамыз. Пармақ дегеніміз саусақ, vücut дегеніміз дене. Жалпы дене мүшелерінің бір бөлігі қазақшаға ұқсас. Баш, сач, göz, diş, yüz. Бұл жерде кейбір дыбыстық өзгерістер, айырмашылықтар бар. Сол қазақша мен түркше арасындағы дыбыстық өзгерістерге тоқталып өтсек. Мына жерде 5 өзгерісті мен айтып өтейін сіздерге. Қазақ тіліндегі с әрпі түркшеде ш болып өзгереді. Мысалы, қазақшада бас болса, түркшеде баш, тас, таш, қас, каш, қасық, кашық, күміс, гүміш, күрес, гүреш. Яғни с әріптері шыға ауысады түркшеде. Сондай-ақ қазақ тіліндегі ш әріптері түркшеде ч болады. Ашық, açık, шай, чай, шөл, чөл, ағаш, ağaç, пышақ, бычақ, көш, göç. Тағы бір ең көп кездесетін өзгерістің бірі бұл қазақ тіліндегі ж әрпі түрік тілінде е болады. Яғни сөздің басында келетін ж әрпі түркшеде е болады. Мысалы, жол, yol, жас, яш, жаз, яз, жүз, yüz, жастық, ястық, жаңбыр, ямур. Тағы сол секілді сөздің басында келетін қазақшадағы к әріптері түркшеде г болып өзгереді. Көз, göz, көл, göl, кеме, gemi, келін, gelin, kel, gel, кет, git, күл, гүл. Ал сөздің басында келетін т әрпі, қазақ тіліндегі сөздің басында келетін т әрпі түркшеде д болады. Дил, тіл, дил болады. Тізе, диз, теңіз, deniz, таяқ, даяқ, төрт, дөрт, тоғыз, докуз секілді. Осы дыбыстық айырмашылықтарды жаттап алыңыздар. Қай дыбыс, қай әріп, қандай әріпке өзгереді қазақшадан түркшеге. Соны білсеңіздер, сіздер түрік тілін жылдам, тез түсінетін боласыздар. Өйткені қазақ тілі мен түрік тілінің ортақ сөздері өте көп. Тек қана осындай дыбыстық айырмашылықтар бар. Оларды жаттап алыңыздар, үйреніп алыңыздар. Ад тамламасы. Ад тамламасы дегеніміз зат есімді сөз тіркесі. Ад тамламасын белгілі ад тамламасы және белгісіз ад тамламасы. Сонымен қатар зинжирлеме ад тамламасы деп үшке бөлеміз. Мұны ад тамламасы немесе исім тамламасы деп те айтамыз. Белгісіз ад тамламасында яғни бірінші бұл сөз тіркесіндегі бірінші сөзге жалғау жалғанбайды. Мысалы, oturma odası biraz küçük. Бұл жердегі ад тамламасы oturma odası.
Бірінші сөзге жалғау жалғанып тұрған жоқ. Спор салону nerede? Спорт залы қайда? Спор салону ад тамламасы. Спор деген сөзге жалғау жалғанып тұрған жоқ. Салон деген сөзге салону у жалғанып тұр. Белгісіз ад тамламасында бірінші сөзге жалғау жалғанбайды. Екіншісіне и, у, ö осы төртеуінің бірі жалғанады. Соңғы буындағы дауысты дыбысқа қарай, егер сөзіміз дауысты дыбыспен аяқталатын болса, бұл жалғаулардың алдына с әрпі қойылады. Kızılay meydanı çok kalabalık. Şu duvar saati çok mu eski? Çamaşır makinesi bozuk. Ben bilgisayar mühendisi değilim. Türk alfabesinde 29 harf var. Alet çantasında el feneri yok. Al енді belirtili ad tamlamasında söz tіркесіндегі екі сөзге де жалғау жалғанады. Бірінші сөзге ын, ин, ун, үн. Екіншісіне и, у, ö. Осы төрт жалғаудың бірі жалғанады. Міне мына жерде мысалдарда жалғаулар қызылмен көрсетілген. Türkiye'nin başkenti. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Ferhat'ın saçı. Ferhat'ın şaşı buyra. Ferhat'ın saçı kıvırcık. Dedenin adı Hüseyin değil mi? Arabamın rengi kırmızı. Sedat'ın ailesi Almanya'da. Bu çiçeğin kokusu çok güzel. Filmin konusu ne? Anahtar paspasın altında. Енді үшінші түрі зинжирлеме ад тамламасы, яғни бір нәрсесінің бір нәрсесі. Мысалы, Buğra'nın gömleğinin rengi mavi. Buğra'nın көйлегінің түсі көк. Мысалы, көйлектің түсі көк десек, бұл belirtili isim тамламасы болады. Бірақ Buğra'nın көйлегінің түсі көк дейтін болсақ, бұл zincirleme ad tamlaması болады. Bizim evimiz onların evinin yakınında. Bahçe kapısının anahtarı bende. Nemесе bahçenin kapısının anahtarı bende. Bahçe kapısı belirtisiz ad tamlaması. Bahçe kapısının anahtarı bu zincirleme ad tamlaması. Arkadaşımın babasının iş yeri bu binada. Kardeşimin ders kitabı kayıp. Yatak odasının penceresi açık. Okul müdürünün arabası bu mu? Amcamızın eski işinin adresi ne? Amcanızın eski işinin adresi ne? Tamamlayalım, toluqturayıq, ayaqtayıq. Baba yeni ceket renk lacivert. Babamın yeni ceketinin rengi lacivert. Mahallede evlerin hepsi 5 katlı. Ressamın bazı resimleri yağlı boya. Tarkan'ın şarkılarının çoğu güzel. Tarkan'ın şarkılarının çoğu güzel. Bütün soruların cevapları ders kitabının son sayfasında var. Bazı öğrencilerin isimleri listede yok. Ayşe'nin kardeşinin gözlüğü çok güzel. Ayşe'nin kardeşinin gözlüğü. Birkaç hastanın durumu pek iyi değil. Birkaç hastanın durumu pek iyi değil. Al енді мәтін оқиық түркше. Мен оқимын, сіздерде қарап қайталап отырыңыздар. Türkiye Cumhuriyeti Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprüdür. Yüz ölçümü 783.562 kilometre karedir. Nüfusu 83 milyondur. Resmi dili Türkçe, para birimi Türk lirasıdır. Başkenti Ankara'dır.
Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi vardır. Marmara Denizi ise bir iç denizdir ve kuzeybatıdadır. Türkiye'nin doğusunda Azerbaycan, İran ve Ermenistan, güneyinde Suriye, batısında Yunanistan, kuzeydoğusunda Gürcistan, kuzeybatısında Bulgaristan, güneydoğusunda Irak vardır. Türkiye'nin 7 bölgesi vardır. Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya ve Antalya Türkiye'nin büyük şehirleridir. İstanbul ve Bursa Marmara bölgesinde, Ankara ve Konya İç Anadolu bölgesinde, Antalya ve Adana Akdeniz bölgesinde, İzmir ise Ege bölgesindedir. Бұл мәтінде нені байқадық? Біз бұл жерде yönler, яғни бағыттарды көріп отырмыз, иә. Шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік, бұларды біз түркшеде ана yönler, яғни негізгі бағыттар деп айтамыз. Сонымен қатар ара yönler, бұлардың арасындағы бағыттар да бар. Doğu дегеніміз шығыс, batı, batыс, güney, оңтүстік, kuzey, soltüstük. Güneydoğu, oңтүстік, шығыс. Güneybatı, oңтүстік, батыс. Kuzeydoğu, soltüstük, шығыс. Kuzeybatı, soltüstük, батыс болады. Енді мына жерде осы бағыттарға байланысты тағы да бізде мысалдарымыз бар. Üstünde, kutunun üstünde bir kuş var. Kutunun üstünde bir kuş var. Altında, astında, içinde, işinde деген söz. Dışında, sırtında, arkasında, артында, önünde, алдында, çaprazında, çapraz, yani қиғашында, çaprazında, yanında, жанында, yukarı, жоғары, aşağı, төмен, arasında, екі нәрсенің arasında, ортасында болса, yani көп нәрсенің ортасында. Ортасында дегенде, ортасында деп айтамыз. Sağ ve sol, sağında, solunda. Sağ, оң, sol, sol. Sağ, sol. Sol деген қазақшада да. Сол жағында, солында, қазақшада да бірдей. Ал сağ дегеніміз, ол оң жағы деген сөз. Міне мына жерде жаңағы бағыттарымыз doğu, batı, güney, kuzey, güneydoğu, güneybatı, kuzeydoğu, kuzeybatı. Бұларды жаттап алыңыз. Бұл сіздерге қажет болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.